Кім деген сұрақ барлықтарыңызды толғандырып тұрған айдан анық. Еліміздің саяси жағына ғана емес, өнердің дамуына да қамқорлығына алған қоғам қайраткері. Ұлтжандылық пен азаматтық бейнесі әр қазақ жүрегінде көрініс табатын Нығмет Нұрмақов жайлы бір сөз сіз де білуіңіз қажет. Қазақстанның көрнекті мемлекет қайраткері Нығмет Нұрмақов 1895 жылы 25 сәуірде сол кездегі Семей губерниясы Қарқаралы уезі Қу болысы Қызылшілік қыстағында дүниеге келген. Қазақ халқының азаттығы үшін қару мен қаламды қатар қойған, саяси ерік-жігерін ұлт қызметіне арнаған, осы ұлы мұратта жанын пида еткен аяулы күрескерлерінің бірі. Нығмет ауылда жүрген бала кезінде қоғамдық, таптық қатынастардың біразынан хабардар еді. Ел ішіндегі теңсіздік, ауыл еңбекшілерінің тұрмыс күйі, байлардың, би-болыстардың, ұлықтардың, кедейлерге көрсеткен қиянаттары, зорлық-зомбылықтары Нығметті қатты толғандырады. Жастайынан жүрегін жаралаған осындай теңсіздік жайлар семинарияға келіп, Григорий Потанинмен, Александр Сидельниковпен, Сәкен Сейфуллинмен жақын танысқан күннен бастап айқындала түсті. Бұл кездегі омбыда астыртын жұмыс істейтін социал-демократиялық ұйым болды. Нығмет оқи жүре осы ұйымның жиынына үзбей қатысып, өзін толғандыратын көп жайларға жауап алды. Өзінің болашақ өмір жолын айқындап алу үшін оның көп көмегі тиді. Қазақстан мемлекетінің азаттығы үшін, тәуелсіздігі үшін бар өмірін сарп еткен мемлекет қайраткерлерінің алдыңғы сапында әрқашанда Нығмет Нұрмақовтың есімі берілді. Осында елді ел қылған, ұлтқа көсем болған тұлғаларды мектеп пен жоғарғы оқу орындарының оқулықтарына енгізіп, кеңінен насихаттауымыз керек. 20 ғасырдың 20-30 жылдары қазақ интеллигенциясы бастан өткерген тағдыр тауқыметін Нығмет Нұрмақов та бастан өткерді. Арманда кеткен арыстардың қиын тағдырын қазіргі ұрпақ көрмесін деп тілейік. Нығмет Нұрмақов өскелең ұрпаққа неліктен беймәлім тұлға болып қалды? Осы және өзге де мәліметтерді тарихи тұлғалар кітабынан біле аласыз.